Ассаламағалейкум ағайын, қалайсыздар? Мына сіздерге көрсетіп жатқан бүгінгі видео бұл тауықтардан қалған сүйектері, суп набор дейміз ғой, және балықтың икрасы, майы. Осылай бір 2-3 күн сайын жаңағыдай қайнатып, өстіп сорпасымен тауықтарға берем. Бұл дегеніңіз бәлкім супер жем ғой. Құрамында биолог, фосфор, кальций, общем, тауыққа керекті витаминнің барлығы бар. Мүмкіндік болса, өстіп жақсылап қайнатып, тұз сеуіп, ішіне дәмін келтіріп тұрып берсеңіздер, тауықтарыңыз сіздерге брат, тағы да бар ма, брат деп сұрап тұрады үшін. Сол үшін мүмкіндік болса, өстіп қайнатып беріңіздер. Қыс ауасында бұларға керекті нәрселер. Жалпы өзім өстіп жиі беріп тұрам. Бір жағынан бұл жаңағыдай жемді кішкене арзандатады. Балықтың икрасы, майы деген тегін ғой, барып сұрасаңыз дұрыстап береді. Мен бір пакет әкелем, өстіп қайнатып берем. Осы бір қазан тамақ бройлерге де, тауықтарға да, балапандарға да барлығына жетеді. Сол үшін құрметті ағайындар, өстіп беріңіздер. Осы сіздерге бүгін бір көрсеткім келген видео. Бір сағат, 1,5 сағатта өстіп қайнатам. Су кішкене азаяды, қазір тағы да үстіне тағы бір су киям да, бір қайнатып жіберем, бұрқылдатып тұрып. Сол кезде ана холодец сияқты болады үшін. Астындағы ше суығаннан кейін тауықтарына құйып берем. 10 минутта жоқ қылады. Мына ағайын, құстарыңыз аман болсын, қыс ауасында тек қана сәттілік. Шаруашылықтарыңыз тек қана алға бассын ағайын. Сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар. Ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Видеоны достарыңызға поделиться деп таратыңыздар. Жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться деген қызыл батырманы басып, жазылып, оң жақтағы қоңыраушаны басып қойыңыздар ағайын. Сол кезде менің видеомды біріншілердің бірі болып көруге мүмкіндік бар. Сәттілік барлықтарыңызға. Шымкенттен Сабыржан деген бауырларыңыз.